Жаңа жылдық столға дәл сол күні жанталаспай ертерек дайындап қоюға да болады. 10 күндік қысқы демалыста да тамақпен алыспайын деп 1 айлық заготовкаға кірістім. Бірінші тауық етінен әзірленетін тағамдардан бастадым. Сирақтары мен қанаттарын ертерек маринаттап, бөліп қатырып қойдым. Төс етінен де түрлі тағамдар әзірлеуге болады. Балалардың ұнатып жейтіні ортасында сыр, укроп, қаймақпен салмасы бар сырға оралған тауық төс етінен де қатырып қойдым. Мен біраздан бері осы бастау тауықтарын пайдаланып жүрмін. 100% эко өнім дейді. Дәрісіз өсіреді екен. Өте дәмді. Инстаграмын сақтап алыңыз. Сұйық май алмағалы жарты жылдай болыпты. Ауылдан қолдың сары майын алғызғамын. Бірақ кішкене қышқылдау болып келді. 2-3 қайтара жуып, қайырып алдым. Осындай артық көбігі денсаулыққа өте зиян. Қышқылдарын алып тастадым. 3 килограмм майдан 3 кесе көбік шықты. Арасында тәтті пирогтарымды пісіріп қойдым. Осылай кесіп бірден қатырып қоюға ыңғайлы. Гхи қайырылған майым дайын, енді тағы да біраз ерекше тағамдар қатырамыз. Менің YouTube эксперт екенімді білесіздер. Заготовка біткен күні сіздерге YouTube'тың қыр-сырын үйрететін сабағымды бастаймын. Алды бұрын орын алу үшін 20 санын комментарияға қалдырып қойыңыз.